Ассалаумағалейкум, тарихсүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Жалаңтөс Баһадүр. Жалаңтөс Баһадүр руы Әлім Төртқара, әкесі Сейітқұл батыр адам болған. Өзі 1578 жылы Бұхара маңында дүниеге келген. Жастайынан медреседе тәлім алған. Өсе келе батырлық қасиеттерімен еске қалған. Яғни Жалаңтөс деген лақап аты жастайынан сауыт болмағандықтан, жалаңтөсімен жауға шапқандықтан бәрі оны Жалаңтөс деп атап өткен. Кейін Самарқандтың билеушісі деп айталады. Самарқандты 40 жыл билеген кісі. Қазіргі өзбектердің мақтанышы, Самарқандтың әлем ЮНЕСКО-ға кірген Шердор кесенелер, медреселерді салған кісі. Үлкен ғимараттар, медреселер және қалалық монша салған көптеген ғимараттарға атсалысқан кісі танылады. Әлемде ЮНЕСКО бойынша қорғалады бұл кесенелер. Жалаңтөс Баһадүрдің әрине қазақ тарихында орны бір бөлек. Ол кездердегі қазақтар мен жоңғар шайқастарында, әсіресе Орбұлақ шайқасында 20 мың қолмен келіп көмектескені белгілі. Сол кездегі Салқын Жәңгірге қол ұшын беріп, яғни бұның астарында үлкен саясат болды. Егер қазақтар жеңілсе, жоңғарлар Самарқандқа келері анық болды. Соны ескерткен Жәңгір алдын ала басында Жалаңтөс келсе қоймайды, кейін ойлана шешеді. Сондықтан алдымен 600 қазақтың артта келатқан қолды ұстап тұру үшін сол Орбұлақ шайқасында айтылады. 600 қазақ 50 мың жоңғарды тоқтатты деген сол жайында. Бұған да қатысы бар. Әрине Самарқанд қазақ батырлар үшін білте бұлтық шығарған ең үлкен орталық Азиядағы өндіріс көзі болды. Сауда-саттық, мәдени және діни үлкен медреселер. Әмір Темірдің кезіндегі ең үлкен астанасы болғасын да діни және рухани астана болды. Кейін Шайбанилер әулеті келді. Шайбани әулетінің соңғы әміршісі өлгеннен кейін, ол кездегі қолбасшы Баһадүр Жалаңтөс болып тұрғаннан кейін Астраханиттер келді. Яғни Шайбанилердің әулеті біткеннен кейін бүкіл басшылар жиналып ақылдасып, сол кездегі Астраханнан қашып келген Астраханиттер әулетінен шыққан Әбділәзиз ханды қоямыз деп, және Әбділәзиз ханның ықпалы аз болғандықтан үнемі Жалаңтөске бағынышты болды. Жалаңтөстің халық арасындағы беделі нықты болды. 40 жыл болды, сондықтан да Самарқанд әміршісі болды. 40 жылда ешқандай сырттан жау келіп Самарқандта жаулап алған емес. Сондықтан үлкен саясаткер, жай ғана батыр емес, үлкен саясаткер әрі әмірші деп мойындайды өзбек халқы. Бұл көп айтылмай келді. Негізінде мына соңғы кездерде Қазақстанда айтылып келеді. Көптеген кітаптар және көшелер атына бере бастайды, ескерткіштер қондырылып. Жалаңтөстің жалғыз өзбек немесе Самарқанд қаласындағы еңбегін сіңірмес, қазақ халқына да сіңірген еңбек жайында көп жазылады. Енді жерлерде әлде де ғұламаттар болады деп ойлаймын. Жалаңтөс Баһадүр Самарқандтың 12 километр жердегі Дағдепе деген жерде өзінің рухани ұстазының аяғын қасында, яғни ұстазынан кейінгі жерленген. Нақшбие деген өзінің ұстазы болған. Ол салған қазіргі жағы Шердордағы алтын аспан, алтын күмбезденген медресесі бітпей қалып, оның бір қыздары бітірді. Яғни Жалаңтөстің ер бала мұрагері болған, сондықтан бір қызы сол медресені бітіру үшін атсалысқан. Әрі Жалаңтөстің кей шайқастары бар, және оның Иранға, Қорасанға және Афганистанға деген шапқыншылықтары белгілі. Яғни ол Самарқандпен өтетін сауда орындарын қамтамасыз етіп, қауіпсіздігіне, өз шейіттерге көптеген ықпал болмасын деп шабуыл жасап отқан. Сол жақтан 3000-дай құлдар алып келгені белгілі. Самарқандтағы Шердор мен Тилкари медреселерін салу кезінде. Әрине Жалаңтөс Баһадүрдің орталық Азиядағы ойнаған рөлі үлкен зор деп айтуға болады. Ең бай, ең мәдени, ең көркем қала, мәңгі қала деп айтуға болады. Мыңдаған тарих бар Самарқандты билеген кісі 40 жыл бойына. Жалпы батырлар или басқа ұлы тұлғалар жөнінде білгілеріңіз келсе, комментарий, лайк басып кетіңіздер.